Атақты ғалым Имам Ғазалидің Кимия и Сағадат деген еңбегінде ардақты сахаба Абдулла ибн Жавхар туралы ғибратты әңгіме берілген. Бірде Абдулла ибн Жавхар саяхатқа шыққан екен. Жолы түсіп бір құрма ағашына кірген. Баудың қызметшісі қара нәсілді құл болатын. Ол құлға 3 күлше нан әкелді. Дәл осы кезде жандарында бір ит келген. Қара нәсілді құл 3 күлше нанның бірін әлгі итке берді. Ит те нанды жеп алды. Кейін екіншісін берді. Ит оны да жеп алды. Үшінші күлшесін тағы да берді. Ит оны да жеп қойды. Мұны көрген Абдулла ибн Жавхар былай деп сұрайды құлдан: сенің алатын ақың қандай? Мына сіз көріп тұрған 3 күлше нан, деп жауап береді. Онда неге барлығын итке бердің? Бұл маңайда еш ит болмайтын. Бұл ит ұзақ жерден келді-ау деймін. Аш қалуына көңілім разы болмады, деп құл жауап берді. Ал бүгін не жейсің? Сабыр етемін. Күндік ақымды Раббымның аш қалған бір жаратылысына бердім, деп жауап береді. Мұндай көркем ақлақты көрген Абдулла: субханалла, жұрт мені аса жомарт деп мақтайды. Ал ақиқатына жүгінсек, мына құл менен де асқан жомарт екен, деп таң қалады. Артынша Абдулла ибн Жавхар құлды және бауды сатып алады. Құлға азаттық беріп, бауды оған сый ретінде тарту еткен екен.